Аймақтағы білім саласының дамуы қандай, ұстаздарды қандай мәселе толғандырады? Сұхбаттан білеміз. Кеттік. Қайтып келуіме себеп заң бұзған жоқпын. Сондықтан да ашық конкурсқа өзімнің конституциялық құқыма сәйкес қатыстым. Жаңаөзендегі мектептер осы жазда сенімгерлік басқаруға өтеді деген Facebook беттерінде де біраз тарап қолдады. Мұғалімдер тарапынан керісінше қолдау болмады. Енді осы процесс тоқтап қалды ма? Тәулігіне 24 сағат келген ұсыныстардың барлығына өзім жауап беріп отырмын. Телефоным өз қолымда, ешқандай фильтр жасалмайды менде, өзім қарап өзім жауап беремін. Біз осы арызданушылардан сұрадық, факт бізге беруге, қай мектепте болды бұл, кім танысы арқылы кірді деп. Облысымыздағы 3 ауысымды және апатты мектептердің мәселесі осыны жойсақ деген мақсатымыз бар.